Қазақ елі, қазақ жері тарих пен көнеке жәдігерлерге бай өлке. Шығысымыз Алтайдан, батысымыз Атырауға дейін, солтүстігіміз Сібір жерлерінен, оңтүстігіміз Тянь-Шань тауларына дейінгі кең байтақ алқапты мекендеген ата-бабаларымыз осындай үлкен аймақты бізге аманат қылып қалдырды. Сан ғасырлық тарихы бар еліміздің басынан не өтпеді? Бүгінде осының бәрі тарих. Осындай тарихқа толы жерлеріміздің бірі еліміздің батыс өңірі. Оның ішінде Бөкей Ордасы. Өз көзіммен көптен бері көргім келіп жүрген аймақ еді. Жолым түсіп биыл ат басын тіредім. Жәңгір хан бабамыздың қазақ жастарына деген жасаған еңбегін өз көзіммен көрдім. Алғаш мектеп ашып, өскелең ұрпаққа білім беру, ғылымды іздеп, шет мемлекеттерге шығару осы өңірден бастау алған екен. Осындай бай тарихы бар өлкені баршамыз білу және тану біздің міндетіміз. Ал оны ұрпаққа жеткізу басты парызымыз. Қазақ даласы өркениет көшінен қалыс қалған емес. Қазақстанның тарихы, көшпенділер өркениеті, әлем өркениетінің құрамдас бір бөлігі екендігі даусыз. Қазақ даласының әлем өркениетіне қаншалықты үлес қосқанын қарт тарих дәлелдеп отыр. Өнер, білім мен мәдениеттің дамуында қазақ жерінің барлық өңірінің өзіндік үлесінің бар екендігі де белгілі. Өркениет өлкесінің бірі батыс өңірі Бөкей Ордасы. Бұл өңір еркіндікке ұмтылған халықтың жаңа қонысы, қазақ елінің өркениетке бет бұрған алтын бесігі. Осы қазақ хандарының арасында халқын отырықшылдық өмірге бейімдеген, еліміздегі алғашқы мектеп салдырған, аурухана, дәріхана, пошта байланысын орнатқан, сөйтіп осы туған жерімізді тұңғыштардың мекеніне айналдырған Жәңгір ханның еңбегі орасан зор. Оған деген көптеген өзімізде бар мұрағат құжаттары дәлел болады. Сондай-ақ осы жерлерде болған, осы өңірлерде зерттеген орыс саяхатшыларының естеліктерін де келтіреді. Батыс өлкесінің дамуына ерекше үлес қосқан тұлғалардың бірі хан Жәңгір. 1827 жылы деген хан ордасы ауылы құрылды. Осы тұңғыш осы жерге деген Жәңгір хан 28 жылы осы жерде бірінші рет үй салып тұрғызып, көшіп келіп, сондан бастап өзінің ордасын сала бастады. Осы жерде қызмет жасайтын енді орыс чиновниктер бар, көпетістер бар, саудагерлер бәрі де ордан қалай бастайды. Сол жерден 2-3 көше пайда болады. Сауда көшелері, сонымен қоса қазір сақталған енді Алма Оразбаева дейміз, және Жәңгір хан көшесі дейміз. Сол жерлерде өздерінің үйімен қоса сауда нүктелері болған. Жәңгір хан орда жерінде тұңғыш мектеп ашып, білім мен ғылымды таратты. 1841 жылы қазақ даласындағы алғашқы зайырлы мектеп дәл осы жерде есік ашты. Бұл білім ошағында қазақ жастары орыс тілі, арифметика, география, тарих сияқты пәндерді оқып, жаңа дүние танымға жол ашты. Ыбырай Алтынсарин 41 дүниеге келген болса, Жәңгір бабамыз сол жылы 6 желтоқсанда осындай мектеп тұңғыш қазақ мектебін ашқан болатын. Бірінші болашақ бағдарламасы қазір соны деген Жәңгір бабамыз бастаған болатын. Себебі деген сол кезде ол деген орыс жоғарғы университетте балаларды оқу үшін бірінші білім бастау керек болды. Сол білім бастаудың бәрін Жәңгір хан өзі осы жерде мектеп ашып, сол мектепті өзі ұстап, өзінің қаржысына сол мектепті ары қарай дамытқан. Сонымен қоса сол кездегі емтихандар алған балалардан. Алғашында сол мектепке 25 оқушы қабылданған болатын. Үлкеннің жасы 25-те болса, кіші оқушының жасы 9-да болған болатын. Осы мектепке меңгеруші болып және оқытушы болып Константин Петрович Альдикоп деген ұстазды тағайындаған болатын. География, арифметика, орыс тілі деген пәндерден сабақ берсе, шығыс тілі, діни сабақтардан Садыридин Аминов молда тағайындалған болатын. Жалпы осы мектептің барлық шығынын, оқытушылардың еңбек ақысын Жәңгір хан өз мойнына алған болатын. Үздік түлектер ханның тікелей қолдауымен Орынбордағы Неплюев кадет корпусына жіберіліп отырды. Алғашқы легі 1844 жылы оқуға аттанды. Бұл қазақ жастарының Ресейдің әскери білім беру жүйесіне алғаш рет ресми қабылдануы болатын. Уақыт өте келе, осы түлектер қазақ даласында жаңа көзқарасты, білімді, буынның қалыптасуына негіз салды. Жәңгір хан халық денсаулығын да ұмытқан жоқ. 1825 жылы қазақ даласындағы тұңғыш аурухана Бөкей Ордасында ашылды. Дәрігерлер алғаш рет халыққа кәсіби көмек көрсетіп, ем-дом жасады. Табиғатты аялау да ханның басты назарында болды.
Ормансыз далаға алғаш рет қолданған ағаш отырғызылып, жасыл желек өсірілді. Бұл қазақ даласындағы алғашқы жасанды орман. 1832-36 жылдарда осы жерде қызметте болған жаңағыдай Жәңгір ханның кеңесшісі қызметін атқарған Григорий Карелиннің еңбектерінде бұл жерде жаңағыдай көшкінді құм аймақтарының кеңеюіне байланысты көптеген жаңағыдай өсімдіктердің жойылып кету қаупі туындаған деген. Сөйтіп деген 1831 жылы Жәңгір хан осы құм көшкінін тоқтату мақсатында, дала алқаптарын сақтау мақсатында жаңағыдай іс-шараларды дереу қолға алады. Сол 1831 жылы ол шілде айында деген Орынбор әскери губернаторы Сухтеленге хат жолдайды, осы орданың батыс бөлігіне ағаш көшеттерін алдырып еккісі келетіндігі туралы. Ұсыныс қолдау тауып, келер көктемде Жәңгір хан емен, қарағаш, қайыңның көшетін отырғызады. Орман тарихы осылайша өз бастауын алды. Бастапқыда бастаманың болашағы бұлыңғыр дегендердің кейін ауыздарына құм құйылды. Бүгінгі хан ордасын ауылын жағалай өскен ну орман, Жәңгірден қазірге жеткен асыл мұра. Жазық құм даламен жосып келе жатқанда, жайқалған ағаштарды көрем деген ой көбінің қаперіне кіріп шықпайды. Орда орман шаруашылығы деген жаңа мекеме пайда болады. Бұл орман шаруашылығы тіпті соғыс кездерінде де өз жұмысын тоқтатпаған екен. 1952 жылы аудан ажырап, жеріміздің көп бөлігі полигонға берілген уақытта Орда орман шаруашылығының қарауында тек қана 16,5 мың гектар жер қалады. Бұл мекеме әлі күнге дейін жұмыс жасап тұр, құрамында 100-ге тарта қызметкер жұмыс жасап, осы орманымызды сақтап, сіздер сияқты келушілерге тамаша бір әсер қалдыруда. Жәңгір хан реформаларының ішінде ерекше бір қадам қазынашылық мекемесінің ашылуына себепкер болды. 1832 жылы Бөкей ордасында Жәңгір ханның ұйымдастыруымен үлкен жәрмеңке ұйымдастырылды. Ресей қалаларынан, Бұқар, Хиуадан көптеген көпес өнім әкелді. Қазақ даласында алғаш рет қаржы жүйесі қалыптасып, салық жинау, қаржы айналымын басқаруды жүйелеу осы жәрмеңкеде басталды десек, артық айтқандық емес. Бұл ордада экономикалық дамуға негіз қалады. Бұл жәрмеңкеден түскен бір жылдық ақша айналымы 1,5 миллион сомды құрады. Сауда саласының дамуы, тауар ақша қатынасының тұрақты қалыптасуы, ақша капиталын сақтайтын, ақша жүйесінің айналымын реттейтін орынның ашылуына негіз болды. Ең алғаш 1867 жылы Бөкей ордасында казначейство мекемесі ашылды. Бұл мекемені ашу үшін арнайы казначейство ғимараты салынды. Казначейство ғимараты осы күнге дейін сақталған. Қызыл кірпіштен тұрғызылған, терезелері торланған, қабырғалары қалың. Бүгінде жәдігерге айналған 2 тонналық алып сейф көненің көзі. 1,5 ғасырлық тарихы бар. Сыртқы және ішкі есігін бір қолмен ашуға ауыр. Музейді тамашалауға келген қонақтарға ыңғайлы болу үшін қазір төрде тұр. Казначействодан бөлек, басқа тарихи ғимараттар хан ордасы тарихи мәдени, архитектуралық этнографиялық музей қорығында орналасқан. Сол заманның ғимараттарын қалпына келтірген. Қазіргі уақытта музей қорықта 13 тарихи архитектуралық ғимарат пен 3 кесене бар. 13 ғимараттың 9-ында музейлер жасақталған. Қазіргі уақытта бұл музейлер келушілерге қызмет жасап тұр. Жалпы музей қорыққа еліміздің әр аймағынан шетелден көптеген келушілер келуде. Олар осы өлкенің тарихымен, табиғатымен танысып, өздерінің ризашылықтарын білдіруде. Бөкей ордасының жүрегінде орналасқан Жәңгір ханның сарайы қазақ даласындағы алғашқы еуропалық үлгідегі сәулет ескерткіштерінің бірі. 19 ғасырдың ортасында тұрғызылған бұл ғимарат сол дәуірде өркениеттің, жаңашылдықтың белгісіне айналды. Қабырғалары кірпіштен өріліп, терезелері биік етіп салынған сарай ханның білім мен мәдениетке деген құштарлығын айғақтайды. Бүгінде бұл ғимарат мемлекет музей қорықтың негізгі жәдігері. Сарай төрінен қазақ тарихының дауысы жаңғыратындай әсер қалдырады. Ресейден де Краснояр ауданы және басқа да аудандар осы жерге аймаққа кірген Бөкей хандығын құралған. Енді қазір негізгі жерде енді осы жерде Жәңгір ханның өзі боламыз жатса, осы хан ордасын өзін көрсетіп, Бөкей хан өзі Кіші Аралда, Краснояр ауданында жерленген. Жәңгір хан қалаған кезде бұл хан ордасы болған. 1917 жылдан бастап бұл Бөкей облысы болып, 20 жылға дейін хан ордасы ауыл болған.
Одан кейін 20 жылдан 25 жылға дейін бұл жер губерния болған. Бірақ орталық хан ордасы ауылы қалған. Содан кейін Бөкей уезді болады. 25 жылдан 28 жылға дейін онда да хан ордасы ауылы осы орталық болып қалған. Жәңгір ханның ағартушылық саясатының тағы бір жемісі қазақ қыздарына арнап училище ашуы. Бұл әйелдер білімінің алғашқы ошағы еді. Бұл қазақ даласында теңсіздікке қарсы жасалған үлкен қадам болды. Теңдік үшін күрескен Алма Оразбаева, тұңғыш металлургия инженері Мәдина Бегалиева, тұңғыш жоғары білімді дәрігер Мүбина Ниязова осында оқыған. Бүгінде сол тарихи ғимарат білім музейі ретінде халыққа қызмет көрсетіп тұр. Жалпы бұнда алғашында 7 қазақ қызы, 15 орыс қызы қабылданған болатын. 19 ғасырдың ортасында Бөкей ордасында қазақ даласындағы тұңғыш баспахана жұмыс істей бастады. Бұл жерден ресми құжаттар, оқу құралдары, діни кітаптар басылып, халыққа таратылды. Қазақ қоғамында жазба мәдениеттің дамуына жол ашқан осы шағын баспахана ел тарихында ерекше орын алды. Бүгінде сол тарихи баспахана ғимараты музейге айналған. Мұнда келушілер сол заманның баспа құралдарын, алғашқы басылған кітаптарды көріп, халқымыздың рухани қазынасына куә бола алады. Қазақ баспасөзінің қалыптасуы ордада қалыптасты. 1911 жылы осы еліміздің озық ойшылдары, қайраткерлері, соның ішінде осына газет шығарайық деп үндеу тастаған ойшыл, аудармашы, қазақтан шыққан тұңғыш фотограф дейміз Шәңгерей Бөкеевтің бастауымен. Бұлар енді хан ұрпақтары Хосен Жамал Нұралиханова да осы газеттің шығуына материалдық жағынан атсалысып, Қазақстан деген газет жарық көрген болатын. Бөкей ордасы қазақ руханияты мен саясатына ғұмырын арнаған қаншама қайраткерді өмірге әкелген қасиетті мекен. Жәңгір хан негізін қалаған тұңғыштар дәстүрі кейінгі ғасырларда да жалғасын тапты. Шәкір Жексенбаев азамат соғысына қатысқан қазақтан шыққан тұңғыш генерал. Ал отан соғысына қатысқандар Темір Масендер, Ахметкерей Құсайынов, тағы да басқа батырлар. Бұндан шыққан оқымыстылар да көп ордадан. Неге десеңіз, Совет үкіметі кезінде де қазақты сауаттандыру басталғанда осы ордадан оқып, білімдерін жетілдіріп, күні кешеге дейін Совет үкіметінде болған кісілердің көбі ордадан білім алғандар. Музей қорықтың құрамында Сейітқали Меңдешев пен Алма Оразбаеваға арналған мемориалдық мұражай бар. Бұл тұлғалар қазақ даласындағы белгілі қоғам қайраткерлері. Еңбек жолын ұстаздықтан бастаған Сейітқали Меңдешев 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліске қатысады. Патша үкіметінің қазақтан солдат алу жөніндегі жарлығына қарсы наразылықты ұйымдастырушылардың бірі. Сонымен қатар Сейітқали Меңдешев 1920-25 жылдар аралығында алғаш құрылған Қазақ АКСР-ның тұңғыш төрағасы болып табылады. Алма Оразбаева қазақ қыздарынан шыққан, жалпы қазақ қыздарының теңдігі туралы, қалың малды жою туралы мәселе көтерген бірінші қазақ қыздарының бірі. Осы Бөкей ордасындағы қыздар училищесінде білім алған, оның білімділігін, зеректілігін көргеннен кейін оқу инспекторы арнайы Сибирскийге оқуға да жіберген екен. Бөкей хандығының құрылғанына 225 жыл, хан ордасы ауылы 220 жыл, және Жәңгір хан мектебінің ашылғаны 185 жылдық үлкен шаралар Құдай қаласа келесі жылы жоспарланып отыр, атап өту жөнінде. Бөкей ордасының тарихы ол әрбір біздің өзім қазақ дейтін азаматтың өзі білу керек деп есептейміз. Бөкей ордасы қазақ даласында өркениеттің алғашқы қадамдары жасалған қасиетті жер. Білімнің, мәдениеттің, ағартушылықтың ордасы ғана емес, қазақ тарихының мәңгілік шежіресі. Бұл өлкенің тарихы қазақ халқының өркениетке ұмтылуының айқын дәлелі. Тарихын таныған ел болашағын бағамдайды.